Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгінгі видео лактың ағуы, патек, оны қалай кетіреміз және полировка жайында болмақ. Видео басталмай тұрып лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, ютубтың салт дәстүрін сақтап отырыңыздар. Сонымен лак не үшін ағады? Оның бірнеше себептері бар. Лак қатты сұйық болса, темір қатты салқын болса, пистолетке байланысты, қолдың шашуына байланысты. Біздегі лактың ағу себебі осы тұрысында ештеңесіне қарамай көлікті бояп бер деп өтініш жасағасын. Далада өткендегі суықта қараңғы батып жатқан кезде ұрылғасын, лак ағып кетті. Мына жағында осы екі есікте мындай патек. Мен өзім полировканың маманы емеспін. 3-4 рет полный полировка жасап көрдім. Оған қатты көңіл бөлмедім, өйткені полировкамен жүре бермей, лакты полировкасыз шығаруға тырысып жүрміз. Алдымен полировка жасайтын жерді жақсылап жуып алу керек, ешқандай шаң болмау керек. Сосын бізге 2 мыңдық наждак керек. Сосын флашка, брусок керек. Мынаның жұмсақ жағын пайдаланбаймыз, тек қатты жағын ғана пайдаланамыз. Жұмсақ жағын пайдалансақ, мынаның формасымен битіп ойнап кете береді. Соның үшін қатты жағын пайдаланамыз. Толықтай бір қатар шүкіркіледік. Бізге айнадай болу керек емес, патек кетсе болды. Мына жерде кішігірім волналар қалды. Полировочный паста 74-75 пайдаланам. Бұлай жағып, сосын андай машинкамен пайдаланамыз. Басында оранжевый губка. Міндетті түрде таза болу керек. Бісміллә деп бастаймыз. Бірінші өзім бүйтіп мен жағып аламын. Бұл дұрыс емес шығар бұлай. Бірақ маған осылай ыңғайлы. Обороты, мына жерде обороты бар. 2000 оборотпен басайым, сосын жаймен көтерем. Жылтыры примері осындай. Қатты айна болудың бізге керегі жоқ. Заказ осындай. Полировка біткесін міндетті түрде мынандай ұшқындарын тряпкамен алып тастау керек. Қатып қалуы мүмкін. Бұл қатықпаса кетпейді. Кішігірім пайдалы ақпарат бердік деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.